Так, барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Қазіргі таңда біз Дулат екеуміз кофейняға келдік. Естерінде болса, 2021-22 жылдары мен TikTok түсіретінмін. Бір жерге барам, тамақ заказ берем, и сол счетты төлеу үшін трейдинг арқылы анализ жасап, сделка ашатын. Тура сол контентті бүгін жасағымыз келіп отыр. Осындай наша дача дейтін жерге келдік. Біздің офисінің дәл қасымызда. Так, қараңызшы, Астана қаласында погода бүгін просто сногсшибательный. Вообще на лайте двигаемся, и күннің жылығанда қуаныштымыз. Кім Тараздан, Шымкенттен сендерді ыстық, оны мен білем. И скоро Алматы қаласына барып қайтатын пландарым бар. То, что кто с Алматы, қазірден бастап маған байланысқа шыға беріңдер, потому что мен Алматы қаласында офлайн мастер-класс жасағым келіп тұр. Да, об этом потом. Қазір пока что кеттік, кішіне керек, менюді қарайық, позицияларға қарайық и анализ жасайық. Давай ма? Мен, короче, бағана келген кезде бір позиция ашып қойғам ғой. Минус $44 болып тұр, пока что прикинь. То есть пока что минус $44, ничего страшного, думаю, тағы да қазір 2-3 позиция ашып, по-любому плюсқа шығамыз ойлаймын. Жоқ, кофені алайық та, кеттік. Көрейік, не бар екен. Здрасте. Мә, Дулат, бағаларын қарасам бар ғой. Именно, вот что сейчас могу я поесть? Завтраки? Завтрака не бар бізде. Горячий сэндвич, копченый жая деді, 3950 теңге. Яйца Бенедикт Роял с лососем, 4550 теңге. Ема, не жейміз? Готовим на углях дейді. Донер, хорошо? Донер с индейкой, с сыром, чеддер, 3950 теңге. Может, вот это попробую? Аджикамен. Да, осыны көреге дәмін. Нәндей тарелканың ішінде нәндей донер болса, мен таң алмаймын. А так, наша дачаны рекомендую, в принципе, тамақтар өте нәрлі жер. Это донер с индейкой, с сыром, чеддер. Он вкусный, да? Не слишком острый, да он? Не слишком острый? Там добавляет сладкий, со сливками. Окей. И отлично. И можно колу. Ауды НЗ дейтін валюта сделка ашам. По идее, кланда мен оны сигнал ретінде бердім, но қараңдаршы, бізде сигналдар минуста, плюста бірге жүреді. Элементарно көрсетем бір ситуацияны. Біз кеше ауды НЗ валютының парасында сделкаға мына тұрған жерден төмен кіргенбіз. То есть бағаның құлауына ақша табу үшін. Что дальше происходит? Біз мұнда сделкаға төмен кіреміз, төмен түсет, өсет. И вроде құлап бізге күшті сделкаға табылса келіп бастады. И пах етіп стоп-лоссқа тетті, и тейк профитқа жетіп қояды. То есть ондай ситуациялар болып тұрады. Иногда стоп-лоссты без убытка қойған дұрыс. И дальше былай кеттік. Данный момент мына жақта менде бар имбаланс и ликвидность. Соған дейін баға жетті, реализовался. И так как тренд бәрібір нисходящий болғанның өзінде де, даже если он нисходящий, Азиядағы вот это движение, ол цельге жетіп қойды. Цельге жеткеніне бөлек, далее ол жасайды разворот. Развороттан кейін ішкі ликвидностьтарды шешеді, ордер блок шығарады. Соның бойына мен қазір уже жоғарғы жатырмын. Цель это High Азия. Потому что үлкен таймфреймдерға қарайтын болсақ, үстіңгі жақта ликвидностьтар бізде қалып кеткен. Вот мен қазір сендерге көрсетем. Короче говоря, үстінде бізде цель көп әлі. Баға әлі үстіге барады, баға төмен түспеу керек. Заңдылық бойынша. Вот, в общем, осындай пока что бізде анализ бар. Енді мен өзімде лайв формат ретінде қазір сделканы ашып жіберейін. И осы тұрған сигналды мен дәл қазір кланға бердім. Вот қарашы мне, көрсің ба? Ауды НЗ-ді жоғары, стоп-лосс, тейк профит бәрін жазып кеткен болатымын. Бұл посты данный момент бізде пока что 80 адам көріпті. И өзімде сделкаға кіріп, не? Бұл ситуацияда стоп-лосс менде минус $69 құрастырады, тейк профитті мен әлі өзім жазған жоқпын. Как-то вот так вот. И сендерге более детально көрсететін болсам, кланның ерекшелігі бұл жерде по идее анализді. Қараңдаршы, мына сияқты анализге разбор жасаймын сендерге, ешкім жасамайды. То есть поближе жасаймын. Евро, долларды мен төмен кіргім келіп, я хочу шорт. Проблема в Лондонда, то есть комментарий даю полностью, даю анализді, скриншотты, то есть на тұрған жерден сделкаға төмен кіріп керететам. И келесі постта көріп тұрғандарында баға бізде реально төмен кетті. То есть как я ожидалось. И не үшін төмен кетті? Қалай мен анализ жасадым? Полностью разбор жасап беремін. Егер сен андай Smart Money'ді, SNR-ді үйреніп жүрген трейдер болсам, кланға саған кіру керек. Не ради этих сигналов, а ради анализа и их разборов. Біз қазіргі таңда альт сезонына қатысты өте керемет монеталар ақша құятын боламыз. Евро, доллар, британский фунт, ауда, это Австралия и золото. Золото бойынша біз аптасына 3 сигнал беретін боламыз. Қызық па? Так что дәл қазір бұл видеоны астында тұрған сілтеме арқылы өтіп, біздің менеджерға жаз, біз саған жаңағы кланға доступ беретін боламыз. Бағасы небәрі 119 000 теңге, но YouTube-тың оқырмандары үшін менде скидка бар.
мен ютубтан келдім деп жазатын болсаң, мен саған скидка жасап беремін. Вот. Өткен жолы инстаграмда бір стористар саламын ғой, $1 миллион жайлы айтам да, саған $1 миллион табу үшін не істеу керек? По факту саған біреулер $1 миллион беру керек. Понимаешь, ақша ол резина емес, ол біреудің қалтасына, басқа адамның қалтасына жүреді. То есть сенде $1 миллион болу үшін саған оны біреу беру керек. За что-то. Вот как ты можешь стоить $1 миллиона? Вот смотри, мына фотоға қарашы. Мынау мен. Көрініп тұр ма? Бұл где-то бір 7-8 жыл бұрын жасалған фото. Бұл жерде мен грузчик болып жұмыс жасап жүрмін. Қараса мен қолым қарайып кеткенін көрдіңіз ме? Күннің астында тастар тасығам ғой мен. Артындағы линолеум жыртылып жатыр, короче. Мына кроссовкаға 50 жыл болған шығар, кім біледі, в общем, сондай кезде. То есть менің күнделікті табысым 10 000 теңге болды. И я стоил 10 000 теңге. Реально, потому что менің қолымнан үлкен заттарды көтеріп, басқа жаққа апарудан басқа ештеңе келген жоқ. Поэтому я стоил 10 000 теңге сутки. Уақыт өте келе SMM-ді оқыдым, ипотечный брокер болдым. То есть менің білімім артқан сайын, менің қолымнан келетін дүние көбейген сайын, менің табысым өсіп отырды. То есть сенің бүгінгі таңдағы айлық табысың, ол сенің бағаң. Так что, достар, ақшаны всегда білімге салыңдар. Не надо там куда-то что-то инвестировать, покупать недвижимость, но инвестируй в мозги. То есть, чтобы у тебя было $1 миллион, ты должен стоить $1 миллион в этом деле. Вот маленький такой от меня инсайт. Сол, короче, давайте астына сілтеме бойынша өтіп біздің менеджерға жазыңдар, кланды алыңдар, кланға кіріңдер, мен сендер білімдеріңді железо бетон арттырам. Сендер криптовалюта ақша салу үйренесіңдер, сделка ашу жабуды үйренесіңдер, нөлден бастап поддержка беріп отырамыз, проп-компанияда экзамен тапсырасыңдар, сигналдар қайталайсыңдар, да господи, не бәрі 119 000 теңгеге сен колоссальный білім алайын деп тұрсың, понимаешь? Қазірден бастап өткен маған жаз. И самое главное, каналға лайк, подписка жасап қой. Көріскенше.